Сәлем достар, менің есімім Салтанат, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге оңай үйде бар заттардан, қиярдан салат жасайтын боламыз. Бізге керегі 2 қияр, оны ұзын-ұзын турап аламыз. Енді бір қызанағымызды алып, оны да ұзын-ұзын қылып турап алатын боламыз. Етімізді алып, етті де ұзын-ұзын қылып турайтын боламыз. Ал енді жарты пиязымызды видеодағыдай жанынан турап аламыз. Оның үстіне бір қызыл, бір көк тәтті бұрышты ұзын-ұзын қылып турап саламыз. Ал енді петрушка мен укропты да турап үстіне салатын боламыз. Ал енді дәмдеуіштерді саламыз. 1 қасық паприка, 1 қасық ұнтақталған гинза, татымына қарай тұз керегінше, бір қасық горчица зерновой, 2 қасық соевый соус саламыз. Бір қасық уксус салатын боламыз. Оливковое масло 3 қасық салатын боламыз. Енді бұны бәрін жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ал енді салатымыз дайын, оны тарелкаға салып әсемдейтін боламыз. Мен гинзаның жапырақтарын қоя салдым, үстіне ақ сединаны сеудім. Ал салатымыз дайын. Өте дәмді шықты салат. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Егер осы менің салатымды дайындап үйде көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, комментарийға жаза кетсеңіздер болады.